Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі біздің сабағымыз процессияның анализін понедельник күні. Жалпы біз анализімізді өзімізге дайындық ретінде ашып алатын сайттар бар. Мен өзім қолданатын сіздерге кеңес беремін. Ең басында қарапайым осындай блокноттар арнасақ болады. Журналдар қандай бар? Өзіміз анализ жасайтын активтердің атаулары, кейін оған анализден кейін қорытынды жасағанда осы жерге жазып отырсақ болады. Өзіміздің ойымызды. Бүгін көрсетемін мен примерно қалай толтыру керек екенін, және де осы апта барысында четвергке дейін барлығын қарастыратын боламыз. Сонымен қатар жаңалықтар. Бізде екі сайт бар. Бірінші investing.com, екінші Forex Factory деген. Екі сайтты бірге қолдануға болады. Мына аймақтарында орналасқан фильтрдің ішінде важность высокая категориядан барған таңдап, странадан тек қана төртеуін таңдасақ болады. Япония, Великобритания, осыларда евро и доллар. Төменгі жақта бізде бір аптаға арналған жаңалықтардың тізімі тұр. Соның ішінде біз байланыстыра аламыз Forex Factory'де дәл солай. Мына жерде фильтрде маңыздыларын таңдаймыз қызылды. Сосын қалдырамыз мына жерде евро, фунт, иена және доллар қалдырамыз да Apple фильтр деп басамыз. Қарайтын болсақ, бізде бүгінгі күнде мына жерде жаңалық жоқ. Неліктен біз екі сайтты бір-бірімен байланыстыра аламыз? Себебі Forex Factory сайты көп компанияларға қарайды. Ал экономический календарь олар қарамайды былайша айтқан кезде. Мысалы, Forex Factory'де мына жерде жаңалық болмаса, онда мына жаңалық маңыздылығы жоқ деген сөз. То есть бүгінгі понедельник күні invest.com'да көрсетіп тұрған. Сондықтан да бұған қарамай қойсақ та болады. Сонымен қатар екінші жақта ертеңгі күні болатын сағат 2:30-да, болғандай 5:30-да бізде Core CPI деп тұр. Оны атау индекс потребительский коэффициент. Осы қалай әсер етеді, немесе осы жаңалық туралы ақпаратты біз investor.com'нан біле аламыз. Қалай? Төменгі жақта қарайтын болсақ, жаңалық туралы қысқаша орысша тілде жазылған ақпарат бар. Соны оқып, сонымен қатар төменгі жақта бізде дата выпуска соңғы жаңалықтың шыққан күні, апрельдің 10-ы деп тұр. 5:30-да прогноз предыдущий фактический. То есть бұл жаңалықтың шыққан моментінде нарыққа қалай әсер еткенін графиктен көру арқылы біз бұл жаңалықтың қаншалықты волатильный немесе не волатильный екенін көре аламыз. Бүгінгі таңда бізде жаңалық жоқ болғандықтан қарапайым түрде бүгін жаңалықтарды жоқ деп қойсақ болады. Ештеңе жазбай ақ қойсақ болады, немесе осылай. Анализімізді дикциядан бастап көрейік. Бізде білеміз, қолданатын таймфреймдер жинағы 15 минут, 1 сағат, 4 сағат, күндік. И қосымша апталықты да қоса аламыз. Қазіргі таңда күндікке өтетін болсақ, бізде осындай консолидациялық қозғалыстар кішігірім түсініксіз болуы мүмкін. Сондықтан да апталыққа өтіп, бір картинканы сырттай маңызды ақпаратпен байланыстырып. Графикті қарайтын болсақ, біз байқай алайық, қандай заттар бар. Бірінші максимальный және де минимальный ценалар. Біз Fibonacci сызуға. Бұл бізде сатып алушылар жағынан пайда болған. Сонда дискаунт аймағында соңғы рет баға қандай элементпен реакция алды? Ликвидносталған екен мына жерде орналасқан. Бұны атауын жазып қойсақ болады. Баға қарайтын болсақ, осы аймақтан дискаунт аймағында орналасқан ликвидность пен реакциядан кейін rejection туындады, то есть отторжение болды. Қарама-қарсы баруы мүмкін баға. Бұл мына аймақта орналасқан аймақтағы қозғалыс бізде коррекциялық болып саналады. Қарайтын болсақ, импульс болды. Дискаунт аймағында дейін коррекция болды. Егер де сатушылардың күші әрі қарай жалғаса беретін болса, бұл коррекциялық қозғалыс полноценный импульсті болып, төменге қарай более глубокий коррекция жасалады мына аймақтарға дейін.
немесе полностью оны бұзып кете алады. Қазіргі таңда егер де локально қарастыратын болсақ, бізде мына диапазон, то есть мына аралықпен байланысты баға, енді жоғары қарай коррекцияның қозғалыс жасау мүмкіндігі жоғарырақта. Күндікке өтейік. Күндік таймфреймде бізде баға аймақпен реакциядан кейін rejection блок аймағын тудырды. Бұл бізде күндік сотталушылардың күшін көрсететін подтверждение болады. Сонымен қатар төменгі жаққа қарай қозғалысты қарайтын болсақ, бізде бір мезетте импульс болған, ол импульсті пайда болған имбаланстан чапты. Кейін тағы да төменге қарай импульсін жалғастырып реакция алды. Осы қозғалыста төменгі жақтан бізде компрессионный қозғалыс болды. Бізден кейін компрессионный ликвидностьтер пайда болар. То есть бұл біздегі пайда болған ликвидностьтер жоғары қарай бару мүмкіндігін арттыруда. Бұл бір. Сонымен қатар міне максимальный және минимальный цена сатушылар жағынан пайда болған дилинг рейндж енді әлі коррекцияның қозғалыс былайша айтқанда жасалмаған. Коррекцияның қозғалыс ретінде баға как минимум мына аймақтарға дейін баруы мүмкін. Премиум зонасында орналасқан ликвидность. Ал как максимум жоғары жақтағы ликвидностьке дейін деп. Енді қарайтын болсақ, бізде rejection блок аймағы бар, біздің опорный облысымыз. Осы аймаққа қандай реакция алғанын біз 4 сағаттан қарай біліп, бағаның жоғары қарай баруы мүмкін бе немесе мүмкін емес пе екенін көре аламыз. Қарайтын болсақ, бізде rejection блок аймағы құрылды, оған коррекцияның қозғалыс жасады. Қазіргі таңда баға жоғары қарай қозғалуда. Бізде төменгі жақта қозғалыс жоғары қарай бара жатқанда гэп туындырған, то есть мына аймаққа тағы да баға қайтып келуі мүмкін. Бізге жақсы келетін сценарий ол кішігірім коррекция жасап, жоғары қарай қозғалысын жалғастыру. Мына аймақтарға дейін немесе мына аймақтарға дейін. То есть біз қазіргі таңда қарап жатқанымыз апталық таймфреймнен біз анықтадық, бағаның жоғары бару мүмкіндігі жоғары. Күндік таймфреймде соған дәлел ретінде бізде компрессионный қозғалыс болды. Одан кейін ликвидность алғаннан соң күндік rejection блок қалыптасты. 4 сағаттық таймфреймде біз қарапайым күтетініміз сатып алушылар жағынан туындаған тағы да подтверждение. Ол бізде болуы мүмкін брейкер блок немесе имбаланс. Сонда екі сұрағын жасап көрейік. Біз қарастырып жатқанымыз long направлениені нарықтан күтетініміз 1 сағаттық подтверждение сатып алушыларға туындаған. Ол бізде болуы мүмкін брейкер блок немесе төменгі жақта орналасқан мынау индюсмент аймақтарын алып осы аймақтар. Осыдан кейін сразу осылай да кіре беруге болады. Жоғары қарай леңкелеп, бұл әрине дик солай емес, просто қазір егер де басқа валютный паралармен байланыстырған кезде. То есть бізге күтетініміз коррекциялық қозғалыс немесе более сильный подтверждение бағаның жоғары қарай баруына. Енді евроға өтейік. Евроны апталысын көрейік. Апталық таймфреймде бізде ең байқайтынымыз максимальный минимальный цена сатып алушылар жағынан пайда болған күш импульсті. Сол аралықта бізде имбаланс пайда болды, баға соған реакция алған екен. Оған қарайтын болсақ, соған реакция алды, rejection туындады и өзінің қозғалысын жоғары қарай жалғастырды одан кейін. Қарама жақта орналасқан аймақ, ол бізде апталық жоғары орналасқан. Сонда қарайтын болсақ, егер де осы сатып алушылар жағынан пайда болған импульс жалғаса беретін болса, жоғары орналасқан ликвидностьке дейін бару мүмкіндігі жоғары бағаның. Апталыққа өтіп көрейік.
Сонымен қатар қазір апталық таймфреймде біз не байқай аламыз? Бағана жерде туындаған міне имбаланс бар. Сатушылар жағынан пайда болған. Оның имбалансын қарасақ, максимумның денесі төмен қарай жабылды. Мына диапазон бізде rejection болып келеді. Бізде сатушылар жағынан пайда болған диапазон. Осы диапазонды біз ескере отырып айта аламыз, что мына аймақ бізге сатушыларға қызықты, және де осы аймақтың ішінде орналасқан любой переменный бағаны төменге қарай реакция бере алады. Более глубокий коррекцияға. Күндікке өтейік. Күндік таймфреймде біз не байқай аламыз? Баға жоғары қарай қозғалысында бір үлкеністі алды, төмен қайтты. Екінші үлкеністі алды, төмен қайтты. Аймақтағы үлкеністі алып та төмен қайтуы мүмкін. То есть қарайтын болсақ, баға жоғары қарай бара алмай жатыр. Қаншалықты тырысқанымен. Бізде максимальный, минимальный цена бар мына аймақта да. Төменгі жақта қарайтын болсақ, әлі коррекцияны қозғалыс жасалмаған. Және де мына фракталды алмады. Бізде төменгі жақта орналасқан имбаланс бар. Оған баға әлі де тиімді. Сондықтан да осыған дейін коррекцияны қозғалыс болуы мүмкіндігі жоғары. Кейін қарастырылатын аймағымыз ол мына аймақтағы ликвидность немесе мынау. Интрадей болғандықтан мен мақсаттарды жақындатып жатырмын. Апталықтан қарастырып, сосын күндікте одан сайын жақындатып. Баға коррекцияның қозғалысын осы аймақтан алып жоғары қарай баруы мүмкін, немесе более глубокий коррекция жасап осы аймаққа дейін түсе алады. Бірақ біз қай аймаққа дейін түсуін біле аламыз осы жерге жеткеннен соң ғана. Егер де имбалансқа жету барысында сатып алушылар жағынан 4 сағат таймфреймде подтверждение болса, онда жоғары бару мүмкіндігі жоғары. Егер де консолидацияға тұрып қалатын болса, онда глубокий коррекция жасап, бір жоғары бару мүмкін. Қазіргі таңда біз не байқай аламыз? Баға импульсті қозғалыс жасады, қазіргі таңда коррекция қозғалысында, немесе осы импульс жалғастырады. Біз әзірге білмейміз, 4 сағаттан көрейік. Бір сағат таймфреймде бізде имбаланс бар, аймақта орналасқан. Осы имбаланстың баға реакция алып та жоғары қарай жалғастыруы мүмкін. То есть осы импульсті қозғалыстың ешқандай глубокий коррекциясыз. Бірақ бұл қозғалыс бізге скорее всего келмейді, себебі осы аймақтан бару біз 4 сағат таймфреймге қарап тұрмыз. Бізге идеально болушы еді, егер де дискаунт аймағында орналасқан имбалансқа реакциядан кейін барса. Солай бізде бағаның орындалу мүмкіндігі жоғарырақ болады. Қазіргі таңда біз қарайтынымыз long позиция, егер де баға күн имбалансқа дейін баратын болса, ең 4 сағат таймфреймде подтверждение жасайды. Ал басқа сценарий біз оны қарастыра алмаймыз. Себебі бізге тиімсіз болып келеді. Біз қарастыратынымыз осы аймаққа жетсе жоғары ғана. Фунтқа өткөрейік. Бұл жерде қарайтын болсақ, бізде коррекцияның қозғалысы, то есть импульсті қозғалыс болғанымен де жоғары қарай бұл әлсіз болып тұр, ешқандай имбаланс өзінен кейін құра алмай. Біз мына жерден не байқай аламыз? Бізде максимальный, минимальный цена бар. Жоғары жақта бізде қарайтын болсақ, мына жерде имбаланс бар. Содан кейін реакция туындаған rejection блок. Бұл сатушылар жағынан. Қазіргі таңда баға осы аймақта сауда жасауда. Мынау әлсіздігіне қарасақ, мына жерде орналасқан любой ликвидность бағаны төменге қарай түсіруі мүмкін. Коррекцияны қозғалыс жасап, мына аймақтарына дейін ұсталатын. Қазіргі таңда көрейік, мынау біздер rejection блок қарама қайшы орналасқан ликвидность мына аймақ. Немесе егер де бүгін мына сечаның қалайша болуын көретін болсақ, мына жерде ликвидность бар. Енді көрейік 4 сағат таймфреймде қандай қозғалыс орнады. Қарайтын болсақ, бізде коррекция болды, импульс барысында
Баға кішігірім консолидациялық қозғалысты орындауды мына аймақта да сатып алушылар ғана болған имбаланс бар мына жерде де. Қазіргі таңда консолидация болған қозғалыста любой имбаланс ол әлсіз болып келеді. Сондықтан мына жерде фокусты аудармай қойсақ та болады. Біз қазір бағаны қандай реакция алатынын қарастыруымыз керек. Айтатын болсақ, бізде не бар? Күндікке өтіп көрейік. Біздің нарративті анықтауда сұрақтарымызға жауап керек. Бізде дилинг рейндж бар. Давайте осылай қарастырайық. Талықташы. Талықта бізде максимальный рейндж, минимальный цена бар. Сол диапазоннан қарастырсақ. Фрактальный рейндж да біз мына рейндж қарама қарсы жақта орналасқан мақсат алыста бір, но все же. Ол сатушылар жалпы сатып алушылардан пайда болған дискаунттан орналасқан имбаланс. Время зорлығы реакция, консолидациялық қозғалыс, төменгі жақтағы мақсат. Бұны қызылмен белгілеп қойып. То есть біз қазір нарратив бойынша апталықта біз шортқа қарап тұрмыз. Баға осы аймақтағы аликентермен жұмыс жасағаннан соң біз шортқа қарастыру мүмкіндігіміз арта түседі. Мына аймақтарға дейін немесе мына қарасақ консолидациялық қозғалыста компрессия пайда болған. Екі екі емес, и үшлік емес. Осы қозғалыстар бізде қазіргі таңда сатылушылар жағынан әлсіздік білдіреді. Сондықтан біз күтетініміз бағаның осы аймақта орналасқан мақсаттарын алып, қарама қарсы жаққа қарай қарастыру қозғалысымызды. Мен қазіргі таңда бір сценарий қарастырып жатырмын. Бізге тиімді. Әрине бағаны жері жоғары қарай барады деп отырмыз, то есть оның бару мүмкіндігі жоғары. Себебі мына жерде де бізде компрессия бар. Бір ликвидность, екі, үш ликвидность осылай бір диагональда орналасқан. Үлкен сатылушылар жағынан пайда болған имбаланс бар. И осы имбаланс егер де өзінің объемын сақтайтын болса, баға жоғары бару мүмкіндігі жақсырақ. Бірақ оны сауда жасау мүмкіндігі бізде бар болғанмен де ол сапасыз болып келеді. Себебі біздің нарративіміз бойынша бізге жақсырақ та болушы егер де мыналарды алып кетіп төменге қарай қарастырсақ. Мына жерде тек қана бізде бір вариант қана болады да, ал жерде бізде екі вариант болып тұр. Либо жоғары, либо төмен. Сондықтан бір вариант қарастырған бізге жақсырақ та. Енді USHPY. Күндік таймфрейм. Бізде осында импульт қозғалыс болған. Міне максимальный және минимальный цена. Дискаунт аймағында орналасқан имбаланспен байланысты төменгі жаққа қарасақ, мына жерде. Одан кейін өзіне де rejection блок туындады. Мына диапазон. Бізде мына жерде қарайтын болсақ, сатушылар жағынан имбаланс бар. Бүгін қарастырсақ болады, мына имбаланс қандай реакция алады. Егер де денесімен жауап кететін болса, осы жердегі имбаланста, міне мынаны. Онда бағаны жоғары бару мүмкіндігі көбірек. Мына аймаққа дейін. Қазіргі таңда тек қана күтейік. То есть мына имбалансын жаба ма, жаппай ма. Бұл тоже лонг, бірақ көбірек.
Енді алтынға өтейік. Алтында қарайтын болсақ, бізде екі дилинг рейндж бар. Бірінші сатушылар жағынан пайда болған, екінші сатып алушылар жағынан. Бір, мынау екі. Қарайтын болсақ, баға бірінші дилинг рейнджін өзін атқаруда, сатушылар жағынан сатушылар бағаны жоғары қарай көтермей тұр, осы диапазоннан түсіріп. Бірақ олардың күші әлі де сатып алушылар жағынан үлкен деп айта алмаймыз. Себебі бізде егер де коррекция жасағанымен импульс жалғаспаса, сатушылардың күші әлсіз екенін білдіреді ол. Төменгі жақта бізде реакция бере алатын аймақ rejection блок бар. Содан жүз қойып. Бірақ әзірге таңда баға оған дейін жетпеген. Нестер бар осындай? Көрейік. Бізде дилинг рейндж бар. То есть мынача. Баға соңғы рет эквилибриум аймағында орналасқан ликвидностьпен байланысқаннан соң, міне мынау бізден кейін брейкер блок аймағын тудырды и сонымен қатар имбаланс мына аймақта орналасқан. Сонда баға rejection блок аймағына дейін реакция жасамай-ақ қозғалысын жоғары қарай жалғастыруы мүмкін. Неліктен? Себебі қарайтын болсақ, мына жердегі біздің қозғалысымыз компрессиялық болып тұр. Ешқандай да сатушылар жағынан объем жоқ. Имбаланс. Сонда әрине бізде не бар? Бізде брейкер блок аймағы бар. Реакция берген міне тұр. Баға коррекциялық қозғалыс жасап, мына жерден күш алып, өз қозғалысын жалғастырса, бізге бұл жақсы вариант болады. Сонда мынау біздің сатып алушылар жағынан пайда болған брейкер блок аймағы біздің точка А ретінде болады. Тамақ жақта орналасқан ликвидность ол біздің точка Б-мыз болады. Белгілеп қояйық. Немесе жақын орналасқан ликвидность бар. Осыған жүз аламыз немесе мына аймаққа дейін. Бірақ біз қазіргі таңда не күтеміз? Бізде не бар жақын орналасқан? Дилинг рейндж бар. Міне максимальный, минимальный цена Фибоначчи. Коррекциялық қозғалыс болып жатыр қазіргі таңда. Біз оның просто аяқталуын күтуіміз керек. Мына аймаққа баға жеткеннен соң қандай реакция алып деген сұраққа жауап береміз. Немесе даже қарапайым балансқа. Бірақ более-менее күтетініміз ол мынау дискаунт аймағына дейін түссе бізге абзалырақ болады. Енді жазып қояйық бұны. Біз бұны қарастыра жатқанымыз позициямыз коррекциядан кейін рейтинг блокқа қандай реакция алғанымыз біз брейкер блок аймағын белгіледік қой күндікте. Осыған жеткеннен соң баға қандай реакцияға тұр сағатта соны қарастырып біз сатып алушылар жағынан объем түсті ме түспеді ме екенін біліп жоғары қарай қарастыра аламыз ба жоқ па екенін түсінгеннен соң біз бұны сауда жасай аламыз лонгқа қарай. Енді сереброны көрейік. Біз мынаны күтуіміз керек. Енді хак серебро соңғы бізде қарайтын болсақ импульсті қозғалыс аймақтан болған. Прям қатты импульс деп айта алмаймыз. Қарапайым расширение лонгқа қарай себебі имбаланс жоқ сатылушылардың күшін көрсететін. Баға соған қарамастан компрессиялық қозғалысын жасады мына диапазондарда мына теория бойынша. Енді жоғары жақта бізде орналасқан мақсат болуы мүмкін. Предположительно, ол апталық фрактальный хай.
сонымен қатар бізде мына жерде максимальный минимальный цена сатушылар жағынан пайда болған ба, и бағаны мына ликвидность премиум зонасында орналасқан төменге қарай түсіру мүмкін более жақын орналасқан ликвидностьқа дейін немесе более глубокий. Сондықтан да қазіргі таңда бізде жақсы мүмкіндік мына аймақта тұр. Мына тастап жатамыз, күндікке өтіп көрейік. Бізде подтверждение қандай бар? Мхм. Мына аймақ бізде rejection блок аймағы. Сатушылардың диапазоны алып келеді. Сондықтан біз реакциялар жатқанын көре аламыз. Импульсті қозғалыс болды соңғыда. Бірақ ол импульсті қозғалыс бізде әлі коррекция жасалмаған. Үш алу үшін мысалы қарапайым мына жердегі имбалансқа дейін. Сондықтан қазіргі таңда импульс болып жатқандықтан біз бұл жерде сауда жасай алмаймыз. Бізге идеально болушы еді егер де осы дискаунт аймағында орналасқан переменныйға коррекция жасап қана жоғары қарастырсақ. Бұл да жақсы позиция, бірақ коррекция жасаса ғана. Былай ол бізге ұнамайды, бұл позиция керек емес десе болады. Қарасақ қазір консолидациялық қозғалыс, бағаның төменге қарай мүмкіндігі жоғары түсуі. Осы жерде жүре тұруы да мүмкін, жоғары қарай барып импульстерде маңызды жаңалықтар кезінде. Бірақ ол бізге қызықсыз. Сауда жасау. Енді апталық таймфреймде қарайтын болсақ, бізде не байқағанбыз? Тағы да Фибоначчи. Максимальный минимальный цена дискаунт жағында орналасқан ликвидностьпен байланысты өзінен кейін rejection блок аймағын құрауда, әлі құраған жоқ, мақсаты төменгі жақта бізде бар мүмкін ликвидность аймағы бар. Қарасақ, төртінші подтверждение rejection туындады, отторжение келді мына ликвидность алғаннан соң. Қарамағын шықты мақсаттар. Предположительно біздің направлениеміз қазір шортқа қарай, то есть төменге. Енді осыған дәлел ретінде бізде не бар? Мына аймақта орналасқан имбаланста бізде инверсия жасады, то есть бұзып өтті. Төменгі жақта бізде не бар? LRL, компрессионный ликвидность. Бір диагональда біреу, екеу, үш ликвидность жинап қалған. Осы аймаққа дейін коррекция жасауы мүмкін баға. Енді біз не көре аламыз? Мына жерде баға реакция алған, ликвидностьпен. Қандай реакция алды? Біз 4 сағаттыққа өте аламыз. То есть мынау біздің точка А келеді, а мынау біздің точка Б-мыз. Мына аймақтағы ликвидность ол біздің как дозаправка рөлін ойнайтын жақын трактал. Енді мынау бізде дисфек сатушылар жағынан пайда болған ориентирчик. Бұл бізде білеміз тек қана бір функция атқарады, опорная область. 1 сағатқа тек. Қарасақ, бізде сатушылар жағынан қатты импульс түрде күш келе жатыр. Мына аймақтарын біле аламыз имбаланстың құралуынан. Енді бізге не керек? Айтатын болсақ, бұл жерде имбаланс бар. Осыған қандай реакция алып деп біз жауап бере аламыз. 1 сағатқа өтіп. 1 сағатқа өтетін болсақ, бізде не туындады? Бізде брейкер блок аймағы бар, мына аймақтан мынау біздің минимумы и мынау біздің максимумы. Біз былайша айтқан кезде, мынау біз сағат неше? Сағат 12-де. Позицияны осы аймақтардан да аша аламыз. Бұл да қате емес. Ол қалай? Баға мына аймаққа тағы да жететін болса, осы жерде стоп лосс мына диапазон, take profit мына аймақ, немесе максимальный мына жерге дейін. Осылай да болған. Бұл да қате емес. Бұл бір сценарий. Екінші сценарий. Қарайтын болсақ, мына имбалансқа жетпеген баға коррекцияның қозғалысы мына аймақтарға дейін де баруы мүмкін. Бізде сонымен қатар не бар? Тек қана имбаланс емес, мынаны тастатайық пока емес. Бізде брейкер блок бар, 4 сағат таймфрейм пайда болған міне. Осындай. Енді біз мына аймақтағы имбалансқа баға жеткеннен соң, осы брейкер блокқа қандай реакция алып деп
башкы кезде көре аламыз. Неліктен? Себебі кішігірім удостовериться ету үшін подтвержденияларды жинап алу мақсатында. Позициямыз максимально сапалы болу үшін башқанда. То есть осы аймаққа жетіп төменге қарай қарастыру біздің мақсат. Мынау да жақсы, егер просто күту керек. Шорт біз не күтеміз? 4 сағаттық трекер блок аймағына 1 сағаттық таймфреймде қандай реакция алды? Неліктен? Біз мына жерден ашу кішігірім қиындау. Былайша айтқан кезде, мына жерге баға жеткеннен соң осылай аша салу да бұл болады. Бұл да қате емес. Бірақ бізде мына жерде басқа да имбаланстар бар. Мысақ, более глубокий коррекция жасауы да мүмкін баға. Осылай жасап төмен кету. Сондықтан да екі сценарий бар. Бірінші осындай, екінші егер де осымен кіріп стоп лосс алса, екінші сценарий да орындалуға болады. Қандай? Мына жердегі ликвидность немесе имбаланс алғаннан соң осылай тағы да подтверждение күтеміз төменге қарай. Потом перезаход деген бар. То есть тағы да кіру. Ол тек қана екі позицияға кетті. Сценарий. Бізге более вероятно ол мына аймақ қандай реакция алды деген сұраққа жауап берсек. Сонда бізде қарайтын болсақ, біреу, төртеу, алтауы, жеті активке біз анализ жасадық. Диксойға жасағанымыз басқалармен байланыстыру мақсатында. Мысалға, диксойды біз лонг қарайтын болсақ, евро, фунт бізде шортқа қарайды. USDJPY диксоймен бірге лонг. Қалғандары HAUSD, HAC, олар қарама қарсы, егер де дәл сол. Сонда бізге қызықты қазіргі таңда ол мен үшін егер төменге қарай осы аймаққа реакциядан кейін алтын коррекцияның қозғалысына жерге дейін баратын болса, маған бұл да қызықты. Немесе 4 сағаттық таймфреймде осы диапазондардан подтверждение болса, тоже қызықты. Алтын. Сонда қызықтыларды осылай белгілеп қойсақ. Плюс. HAUSD, плюс. Енді хак қарайтын болсақ, коррекция жасаған сәтте дедік біз сереброны. Бірақ сереброда қарайтын болсақ, коррекция өте алыста орналасқанда, бұған жетем дегенше уақыт өтеді. Сондықтан бұны әзірге қарастыра алмаймыз. Енді USDJPY-ды көрейік. Бұда бізде не бар? Имбалансты біздің жабуын күтеміз дедік. Күндік таймфреймде орналасқан. Сондықтан пока что бұл баға төменге қарай түсіп кетуі мүмкін дегенді білдіреді, егер де бұны денесімен жаппаса. Сондықтан бұны әлі сірек күтеміз. Ештеңе істемеймін. Мына жерде де күту пунктта ликвидность алып кеткеннен соң төменге қарай қарау. Евро, то есть бұлар бір күннің ішінде беріп бермейді. Бұны күту керек. Бірақ мүмкіндік жақсы. Мына жерде де жақсы. Бірақ мына жерге түсу мүмкіндігі аз ше, евро долларда. Себебі қарайтын болсақ, фунтта баға жақын орналасқан мақсаттарына. И имбаланс бар. Бізде 4 сағат таймфреймде міне имбаланс, еврода, то есть фунтта. И міне еврода имбаланс. То есть мына имбалансқа реакция алып баға жоғары кету оған қиын емес. Бірақ бізге тиімсіз болып келуі мүмкін. Осылай позицияны қарастыру. 1 сағатқа өте аламыз, мынаған қандай реакция алып деп, но все же лучше күткен олар жақсы мүмкіндіктері. Бұлай, егер евро мен фунтты салыстырсақ, GBP фунт жақсырақ. Бұл осы аптада немесе, осы аптаға, скорее всего. Просто егер осында сценарий болса, төменге қарай мүмкіндік жақсы. Жоғарғысын алып кетіп, төменге қарау. Сонда біз не істедік? Осы жеті активті қарап, егер де округлить етсек, алтау. Соның ішінен біз өзімізге тиімділерді ажыратып алдық. Мысалға, фунтты, алтынды, егерді. Сосын өзімізге құрып алдық. Қашан қарастырамыз бұларды? Мысалы, фунтты егер де күндік таймфреймде орналасқан ликвидность алып кеткеннен соң 4 сағат таймфреймде сатушылардан подтверждение болса, біз төменге қарастырамыз. HAUSD. Егер баға коррекцияның қозғалысының сценарийға дейін жетіп, то есть брейкер блокқа дейін жетіп, күндіктегі 4 сағатта подтверждение берсе, біз лонгқа қарастырамыз. Егер де
4 сағаттық таймфреймде орналасқан брейкер блокқа 1 сағаттық таймфреймде реакция берсе, біз шортқа қарай қарастырамыз. То есть осылай банально мини сауда жоспарларын құрап алып, былайша айтқан кезде сауда мүмкіндіктерін іздеп, соларды сауда жасауға тырысамыз. Кейін дұрыс сауда жоспарын, то есть более подробно, мына бағаларда біздің мүмкіндігіміз орындалып жатқан кезде жасай аламыз. Ал қазіргі таңда как минимум осыны жасау бізге көп көмектеседі. Желпі өте де жақсы екен. Былай бітті. Осылай біз анализ жасаймыз. Бірінші керекті сайттар ашып қоямыз. TradingView, блокнот, календарь экономический, екі сайттан да. Сол жерде қарастыра аламыз. Мысалға, ертеңге жаңалықтар осындай. Экономическийден біз ол жаңалықтар не екенін, қалай реакциялау мүмкін екенін көре аламыз. Графиктен барлық жеті активке анализ жасай аламыз, немесе ең басында қарапайым түрде екі активті алсақ болады. Просто қарапайым DXY мен евроны. Бітті. Басқа ештеңе керек емес. Сосын барып қана ақырындап басқаларын да қоса аламыз, өзімізге қиындықты көбейтіп. Үйренгеннен соң қиын болар. Сосын анализ жасағаннан соң өзімізге тиімді варианттарды да осылай аламыз. Мини жоспарлар құрып барлығына. Біздің осы айтқанымызды күтеміз осы апта барысында. Егер де күткеніміз орындалып жатса, оны сауда жасаймыз. Егер де басқа зат болса, анализді басынан бастаймыз. Бұлай бітті. Эфирге қатысқандарыңызға рахмет. Сұрақ туындаса маған комментарийге немесе осы сообщение арқылы жазып жіберсеңіздер болады. Осы апта барысында егер де сауда мүмкіндігі туындаса, мен оған орай жоспар жасап қоямын, сіздерге үйреткендей журнал сабағында. Сосын оларды бізге бірге қарастырамыз. Позиция орындалды ма, орындалмады ма? Бұның барлығы қызық. Былай қатысқандарыңызға рахмет. Ертең тағы да болады сағат 11-ден бастап. Жарты сағат көлемде ғана қалады. Егер журнал болса, мен сіздерге жеке жіберемін. Сұрақтарыңыз болса, общий чатқа немесе маған жекеге жазып қоя аласыздар. Қатысқандарыңызға рахмет. Әрі сәттілік сіздерге. Практиканы жасаңыздар, қорықпаңыздар, қате болса да. Просто үйрене беру керек. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.